ол жерде біз Есентай молда мен өзім сол жерде тұрдым. Бізден әлі күнге дейін видеолардың барлығын көріп шыққан адам ретінде олармен бірге қосылып ұрланған заттар келді. Біз Есентайдың алдында тұрғанбыз, видеода бүкіл фиксация бар, олармен бірге ұрланған заттар келді. Бірақ бүгінгі таңға дейін арада 2 жыл уақыт өтсе де, оларды сол мәселе арқылы тергеген жоқ. Ол кісілер жәбірленуші болып жатыр қазіргі таңда. Бірақ ол кісілер шынымен елге күн туған кезде, ел тәуелсіздігінен айырылып қалайын деп жатқан кезде, еліне ұрлық қылып, зорлық зомбылық қылып, біреудің жаңағы біз келген кезде құжаттардың ішінде Пілдебаев дейтін тергеуші бар. Сол кісіге мен тікелей сұрақ қойғам февраль айының 26-сында. Сіздер Доч автокөлігінде ішінде қалған мародерлардан қалған дүниелерді алдыңыздар ма дейтін сұрақ қойған кезде, ішінде не бар еді дейтін сұрақ қойды. Мен айттым, каска бар еді, еркектерге арналған этикеткасымен көйлектер бар еді, посуда бар еді, бір өзге адамның, бір әйел мен еркектің паспорты бар еді. Себебі олар үй тонаған дедім. Шынымен сол нәрселер, осы нәрселер ма деп көрсетті, бірақ оны біздің мойнымызға ілгісі келеді. Сендер ұрладыңдар, сендер тонадыңдар дейді. Шыны керек, видеода көрініп тұр. Әр тоқтаған адам, Алматыда білетін адамдар болатын болса, Әл-Фарабидің жолы бар, Есентайдың жалпы разворотқа кететін жол бар, және Есентайдың алдына кіретін жол бар. Бізге айтатыны тергеушілердің құрметті сот, сендер Әл-Фарабидің бойынан ұстадыңдар дейді. Саналы адам, миы бар адам 80 км в час деп белгіленіп қойған жолдың ортасында тұрып ешкім тоқтатпайды. Біздің міндетіміз Есентай молды қорғау болды. Себебі бір Алматының бір әдемі дүниесін қорғасақ екен деді. Біздің мақсатымыз больницаларды қорғасақ екен дейтін мақсат болды. Осы уақытқа дейін жаңа айтып жатырсыз, не береді деп жатсыз да, ол кісілердің мемлекетке опасыздық жасағанын біз дәлелдегіміз келеді. Біз қазақтың баласын түрмеге отырғызғым келмейді. Отырмай ақта қойсын. Қазақтың баласы. Олар көрген 5 күнді қияметті үш жерге жабылған 7-сінен 12-сіне. Біз 2 жыл бойы көріп келе жатыр. Сол нәрсені көрмесін деймін. Бірақ біздің нәрсеміз ол кісілердің шынымен алаңға не мақсатпен барғаны. Біз шыққан жоқпыз. Біз 4 күн шыққан жоқпыз. Арман ағама келіп адамдардың айтқан сөздерін естідік. Екінші рет алаңға баратын кезде. Арман, не надо, не выходи деді. Зачем тебе, Арман, завтра тебя закроет деді адамдар келіп. Сол кезде айтты, еліме күн туып атқан кезде мен басымды бұғып қалам ба? Мен барам алаңға деді. Но әлі күнге дейін 2 года прошло. Никто, никакой прокурор, никакой следак не спросил у нас, вас в площади избивали, били? Кто-то ножом пырнуть хотели вам? Ни разу никто не спросил. Біздің үстіміздегі күртешелеріміздің сау жері болған жоқ. Пышақ ұрды. Басынан қансырап тұрған кезде Арман аға кетейікші өтініш деді. Сол кезде біреуің мына тұрған алаңдағы біреуге қол көтермеңдер деді. Қазақтың нағыз батырының сөзі болды. Себебі мен өз қазағыма қол көтере алмайым, өз қазағымды ұра алмайым деді. Бірақ намыстанды. Себебі еліне тоқтау айтып жатқан кезде, жаңағы ортада жүрген шие бөрілер талайын деп жатқан кезде, сіз жаңа сұрағыңызға мен тікелей жауап айтайын. Ол кісілердің кім екенін, шын бейнесін ашу үшін бізге детализация керек. Ол кісілердің қай жолдан ұсталған? Себебі жаңағы Руслан ағамның айтқандай, ол кісілер мына жерден ұстады, мына көшеден ұстады, мына көше. Есентай молда болған адамның барлығын әкеп берсеңіз, мен онымен не келгенін, олардың үстінде не болғанын, ол қай көліктен түскенін мен беттеріне қарап айтып бере аламын. Себебі мен барлығымен тілдестім. Менде Бекмолдаев дейтін жәбірленушімен беттестіру болған кезде, құрметті сот, оның айтқан сөзі, Таспаев дейтін, Есжан Жандос дейтін тергеушілердің қойған сұрағы, мынау ұрды ма? Сендер танисыңдар ма деді. Я, мен телеарнадан көргенмін, одан алдын көрмеген бұл баланы деді. Телеарнадан көргем, сол кезде бірінші рет көрдім деді. Ұрды ма? Он избивал вас деген кезде, жоқ деді. Неге ұрмады деген кезде, сендерді Құдай ұрып қойған, мен сендерді ұрмайын дейтін сөз айтты деді. Ол кісілер айтты, бүгінгі таңда бұлардың ұрған ештеңе емес деді. Бұлар ұрған жоқ, тамағымызды бер, темекімізді бер. Неге мен ұрмайын? Мен ұрған жоқпын, ойбай ақпын демеймін. Мен не үшін еліме күн туып атқан кезде, елімді тонап атқан, қанап атқан не үшін ұрмайын? Сіз детализацияны қанағаттандырсаңыз, сізден сұрарымыз ходатайствоны. Және де менің тағы осы дүниеге қосатыным, ол кісілердің экспертизасын алсаңыз, ұсталды ғой 7 күні ішімдікке. Себебі лық тойып алған еді бүкілі. Доч автокөлігінен түскен жәбірленушілердің барлығы мас күйде еді.
Енді марқұм болып кеткенге жер айтып бармасын енді. Ол кісі баласы дүниеге келеді деп роддомға әйелін апарып тастаған кезде ол кісілер де тойып алған. Бүкілі мас еді. Енді сіз ойланыңыз, мас адам қандай мақсатпенен комендантский час белгілеп қойған кезде, мен заң бұзсам, комендантский часты бұздым. Мен ешкім бас бостандығынан айып үйінен ұрлап кеткен жоқпын. Сізден сол екі нәрсені, жаңа бір нәрсені қосып жіберсеңіз, ол кісілердің мас болған күйін, мас экспертизасын қабылдаған кезде, себебі бізді түрмеге жапқан кезде наркологиядан, диспансерден барлығын өткізді. Ол кісілерді 7 күн ұстаған кезде сол дүниелердің барлығын жасау керек еді, жасаған шығар деп ойлаймын. Себебі бұл міндетті түрде болу керек еді. Сол нәрсені қоссаңыз, біз ақиқатты білгіміз келеді. Түрмеге тоғытылып кетуден қорықпаймыз. Қанша жыл берсеңіз де құба құп дейміз. Бұл басымызға келген сынақ. Бірақ ақиқат пен әділдікпен істегеніміздің жазасын алайық, я рахметін алайық. Рахмет.